Қайырлы күн, Ербол оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Bir қолда тряпка, бір қолда осындай U деген әріп. Бүгін бізде оқушының автокөлігіне U деген әріпті жапсыратын боламыз. Мүмкін болса, осылай сол жағына жапсырғандарыңыз дұрыс. Негізі оқушылар көбісі сұрақ қояды, осыны жапсырған дұрыс па, дұрыс емес па деп та. Сіз жаңадан отырған жүргізуші болсаңыз, мүмкін болса 3 аптаға дейін, немесе 1 айға дейін осы әріппен жүргенде дұрыс. Заң бойынша бұған тыйым салынбайды. Өйткені ана жол осындай бір видео салған кезде комментарийді ой опырып тұрып жазған барлығы. Новичок деген знак жапсырылады бұл жерге. Неге U жапсырып жатсыздар деп. Новичок деген знак бізде емес, Россияда жапсырылады екен, леп белгі. А Қазақстанда осындай U деген әріп жапсырылуға рұқсат бар екен. Ешқандай запрет жоқ бұған. Енді жолда осы қызыл маңнан қандай деп қойсаң,